Сен не істеп жүрсің? Сен не істеп жүрсің? Бұл біздің общак емес, жұмыс көп оңай емес. Тамақ пен үй құйынды, біздерге арман үлес. Қосылған ескі жаңа, жақындап бізге қарау. Бұрынғы қыздар емес, өзгеріс бізде бар ма? Мен сенің үйің екенін қайдан білейін? Білгем де вообще аяғымды аттап баспайтын едім. Кім ана жігіт қасыңда? Уже жігіт тауып алғансың ба? Ұялмайсың ба? Ойбай, ұяты барлар айтты ғой. Кім айтып жатыр? Ол менің жігітім. Мені қатты жақсы көреді. Сен бар ғой, одан да ана болашақ балаңды уайымда. Менімен қоса сен де балалы болған сияқтысың ғой. Яғни бөпе ғой. Тапқаның сол ма? Бөпе болса да сенен артық түсіндің ба? Бөпе болса да ол мені шынайы жақсы көреді. Бөпе болса да мен үшін тұрып береді. Бөпе болса да мені алдамайды. Бөпе болса да мен көзіме шөп салмайды. Бөпе болса да сүт ішпейді десе. Сол ма тапқаның сонда? Менен қай жері артық ананың? Арсен, сенен барлық жері артық. Болды. Мен кетем болды. Сенің үйіне екінші бармайым. Ана махаббатыңа ештеңе де үйретпеймін, кеттім мен. Ешқайда кетпейсің. Жұмысыңды істеп жүре бер. Менен қашан қашып жүресің сен? Ақшаңды тауып, адал ақшаңды тауып, жұмысыңды істей бер. Мен білем ғой саған қаншалықты ақша керектігін. Сен маған не керегін қайдан білесің? Жан? Ереке, не істеп тұрсыңдар ол жерде? Іштеңе сен апайыңа дұрыстап үйретті сабағыңды деп айтып жатыр едім ғой. Типа ата-аналар жиналысы ғой, ата-аналар жиналысы отыр. Апайыңа ұрысып жатыр мен. Дұрыстап үйретіңіз менің зеро заман сабағын. Түсіндіңіз ба? Дұрыстап үйретіңіз. Ол жақсы қыз ұрыс па? Білем, ол жақсы қыз. Кеттік. Тамақ келді ма? Айжан, бар картошка жуашып тасташы. Қойшау, үйіне жұмсай беретіңіз? Басымды қатырмай, барда картошканы аршы. Мен шеф-повармын. Дұрыс па? Айтыңызшы мен қонағай мынаған. Білмеймін, қатты айқайлап атқаныңа қарағанда дұрыс сияқты ғой деймін. Енді араларында енді үлкен ретінде ақылымды айтайын. Толғанай, сенікі дұрыс емес. Сенікі дұрыс емес қой мәне. Айжан, сенікі де дұрыс емес. Менікі де дұрыс емес негізі. Екеуің тірліктерің араласып атқан. Мен бар десең. Бірақ еркек адам әйелден бір сәт жоғары тұру керек. Аузыңды жап, тыныш отыр. Сенікі де дұрыс емес. Михон! Өздерің білдерші. Үлкеннен де үлкен бар екен ғой, үйде жеңшем шешеді-ау дейме біраз нәрсе. Мәке? Жоқ, біраз ауырып отқан кезде осы кісіге беріп қоям. Михон ағай, сіздің жөтеліңіз қатты ғой, температураңыз да бар сияқты. Қойшы осы неге еркектер сәл ауырсаңдар, төсек татып қаласыңдар осы? Не істейік, сәл ауырса көкпар тартайық па? Қойш? Еще ұрсады ғой бәледе, осы біз әйелдердің шықпаған жан екен да, үйді жинаймыз, есік алын сыпырамыз. Еще бұған Михон қалайсың сен? Ойбай, өлейін деп атырым дейтін қайтесің? Күйдіргі десе, өтірік ауырат бұл. Ішіңізге біраз нәрсе толқапты ғой. Шаршатқан сияқты мына қақпас. Шаршатты усақ мені. Қазірдің өзінде шаршатып отырған негіз. Сенде мен көріп тұрсыңдар ма негізі? Ең болмаса, мен жоқ кезде жамандасыңдаршы, немене бөлен о? Артыңыздан сөйлеп не аламыз? Тіке бетке айтқан дұрыс та? Бетке айтқан дұрыс қой, бірақ ауырып отқан кезде жаман тиеді екен. Ағай, сіздің жөтеліңіз қатты болып баратыр. Мен барып адыраспан әкеп үйді аластайын. Барсай. Жаным, қарындасым,
Сен мені ойламасаң бар ғой, мына екеуінен қайран жоқ. А то бәрімізге жұғып кетер, я. Сенен де қайран. Айтпақшы, осы адраспанды қай жерде сатады, қалада? Базарға барып аласың ғой, мегацентрден барып сатып алмайынша. Я, базарға барып мен алып келейін. Сен оған дейін мен келем дегенше картошка мен жуаны аршып қой. Көрдіңіз ба, Майке? Көрдіңіз ба? По-любому өзінің айтқанын істеді ғой, көрдіңіз ба? Әйел ғой. Істеді. Мен барып картошка істеп келейін. Сен маған бірдеңе бермейсің ба? Ой, Михон, өлейін деп отырсаң да осы сұрауыңды қоймайсың, я? Енді қашан сұрайын? Дәріма бірдеңе берсей? Дәрін айтып атсың ба? Көріп келейін, я? Ай, не істеп жатсың? Іштің. Не тақтың ана жерге? Ешкім кетпаңшы, өтініш, шөп қой, шөп. Шөп? Адраспан емес па? Я, адраспан. Как раз мен іздеп жүрем, маған бере салшы. Сатып алсаңшы, сатам. Қанша теңге? 5000. Ойбай, адраспаның қымбат қой, 5000 нес? Боп, сізге тегін берем, бірақ ешкім кетпаңшы, өтініш. Неге сонша қорқып тұрсың? Әлде адраспанды қалада сатуға болмай ма? Бопты. Мынауың бірақ кішкентай ғой. Ой, осыны өзі біраз жерге апарып тастайды, мықтысы бұл. Жарайды, рахмет. Ешкім кетпаңшы. Как раз жақсы болды, базарға бармайтын. Адраспан таптың. Кешке ертерек келесіз қой, жұмыстан. Ой, Береке, қалайсың, кеп қалдың ба? Не ішке кіре берші, мен қазір жанымды шығарып салайын. Ой, болды, қойш. Бір күнде дайындап жүрген ұқсап жұмысқа. Не ашуланасың, не істеп қойдың мен сонша? Ештеңе істемеш, ештеңе. Бісміллә, алас, мына аурулардың бәрін алып кет, бісміллә. Ойбай, аяғым ауру. Ойбай, кешіріңіз, Михон ағай, мен сізді аластап жіберейін. Саған беретін тиын жоқ, мен ауыр жұмысқа шығмай адам, кетші. Ой, ағай, мына адраспан вирус өлтіреді. Вирусты өлтіре ма, мен өлтіре ма, мынау түтін жаман ғой? Ағай, қаланың адраспандары осындай болады екен. Мен барып кухняны аластайын. Бісміллә. Сейчас мен жат демал болайын. Мынау әсер етіп отыр. Қандай түтін мынау. Ауруым аздай аяғымды қосып кетті ау үстіне. Ойбай, аяғым-ай. Мынау аяққа әсер ете ма? Мереке, бүгін что-то мен жігітім настроениесі жоқ. Білмеймін неге екенін. Енді жұмысында бір нәрсе оқыған шығар. Еркектер дейтін сол ғой. Жұмыста біреуге ренжісе немесе бір не то нәрсе болатын болса, үйге алып келеді соны. Өзі қырып, бізден алады ақысын. Жашы орынды ашып. Нема, Мереке, маған звондап жатыр еді, сыртқа шыға тұршы, мен сөйлесе алайын. Или наоборот, сен шығып сөйлесіп қайтса ба? Олай да болады, Енді сенемін. Алло, подруга? Жоқ, әлі айтқан жоқпын. Енді біздің әлі тойымызда болған жоқ қой. Қалай айтам мен оған өтірік қабатпын деп, тойымыз өтпей жатып. Тастап кетеді ғой. Бірінші тойымыз болып алсын. Мен тастап кетпейтіндей көзімді жеткізіп алайын, одан кейін айтам. Оның үстіне бар ғой, что-то соңғы кездері маған бір түрлі андай суық қарап жүр. Оны айтатын болсам, вообще тастап кетеді ол мені. Болыпты, кейін хабарласамыз. Давай. Михон. Кете!
Не болды? Не болып қалды Михон? Айжан, Ерик бергеніңдерші. Білмеймін, қап-қара бір. Ерик, Айжан. Ойбай, не болып қалды? Тыныштық па, мәке? Бәрі дұрыс па? Қап-қара бір алып кетейін дейді, қолымда орағы бар. Ой, жеңшем шығар, боянбағаннан кейін сөйтіп көрініп тұрған шығар, қап-қара. Кетші не айтып тұрсың? Жаңалғыш көрінді ма? Орағы бар ма? Я, сондай бір бәле. Түрі қандай түрін айтшы. Тұр, не қыласың оның? Там қалатын жаным деп атым да, біраздан тайым оны. Галлюцинация дейін десем, ішкен жоқпын, есірт қабылдаған жоқпын. Сол, апқа дейін деп жүр өзім. Онда дайындала беру керек онда. Көштерден қазан ошақ сұрап, ағайындарға хабар беріңіздер. Шаруасы біткен ғой, мәкене. Михон, ақыры кетіп баратыр кезін, артындағы қалатындарға бір өсиет па, бір нәрсе тастап кетсей. Иә, артындағы қалсын. Өсет. Көт қысқан бай болады дейді. Көттерін қысып жүріңдер. Әсіресе сен Ерик. Сен қуасың ба? Тыққан алтын, сондай бір тастап кетеді ғой, сондай сұрап атың да? Сол, охранникте алтын бар ма? Бар болса қосып жүрсіңдер ешқайда. Ерик, Айжан. Әселе саған рахмет. Екеуін қарап жүріңдер ма? Басқа біреуге байға тиіп кетпесін. Михон уайымдама. Басқа біреуге байға шықпайды. Өзім ап қалам жеңшемді. Сен қуасың ба? Аузыңа байқап сөйлей, аузыңда еріп жүрем. Точно кетейін деп атқан адамсың ба негізі? Сен даже өлім деп атқан адамға әлің келмейтін сияқты ғой, Мен просто әр уақыт сыйлап отырмын. Ой, Ерик, Айжан, қойыңдаршы. Михон сіне бәрі нормальный сияқты ғой. Әлде температураң көтерілгеннен сөйтіп тұрма? Сондай ойдым негізі. Ой, денсаулығым жақсы. Шеш сыртқа шығып таза ауа шығып қайтайық. Шама таза ауа керек болып тұр алдым шешім. Я алдың ғой. План бар ма шықты ғой? Жеңшем бір көлек әперем ба деп. Қойса, сен әлі сөйлеп отырсың ба? Жүр сыртқа шығып қайтайық. Мына сөзіңнен кейін тем более кетпеймін. Жеңшем өз жұтады ғой, таза ауа. Ағайын ауырмаңдар. Негізін ше, вирус бәрімізге жұқып кетпей тұрғанда бар ғой, Бар. Толик адреспен аластатып аламыз ғой. Осы тиктоктағылар қатыратшы. Картошкасын салдым, жуасын. Не істеватсың, Толик? Айжан, сол не істеп жатқанымды өзім де түсінбей тұрмын. Жаңа сендерге де тауық көрінді ма? Мен көрдім тауықты. Жүреді ғой, бат деп. Точно көрінді ма саған? Иә, тұрған қолында akarashka. Ол да кезінде тауық болды ғой. Я, Толик, оның бәрін қойшы. Бізді бана адреспен аластап берші. Что-то вирус жоқ кете ма деп қорқ. Бізде бола ма? Сөйтші. Иә, қазір. Тұтандырып жіберейін. Қолда шамалы. Михон, не істеп жүрсің жалғыз? Ош, сен кімсің? Танымадың ба не? Это же я, киз бала. Сіз не қылып жүрсіз? А чё? Не онша емес. Өзіме ұнайды. Жүрсек кеттік подвалға. Подвал? Кете ме, онда емес ме? Ойланып адамда ма еще? Кете, жынды ма? Жынды ма? Мынаған не болған? Столды енді кімге тастасам болады ем? Жынды ма? Мырзам, не болып қалды? Селя, как раз міне. Кеш бері. Яғына күйеуім Михонға не болған? Ол өз сөйтіп қатты ауырып жүр, вирус жұққызып алды ау деймін. Бәсе. Толғандай адреспен әкелген, соған аластатып алсаңызшы өзіңізді. Адреспен? Иә. Ақырда, иә? Иә. Сөйтейінші, жұмыстан еттеңді сосын жүре бере бол. Болды. Кім? Ай деп жатқан? Мен ғой, Жуа, жай турасы,
Ауырттың ғой? Вау! Толғанай, сен не деген әдем болып кеткенсің. Мен бұрын қалай байқамаған? Айжан, маған бір нәрсе болып жатыр. Маған продуктілер сөйлеп жатыр. Жаңа ғана мына жуа сөйледі. Рахмет саған. Фу, неге жеп жатсың оны? Айжан, хотя қуып жемедің ба? Толғанай, сенде адыраспан бар екен ғой, сонымен мені де алыстап жіберші. Вирус шығып кетер, бәрін алыстап жатыр екенсің ғой. Сөйлеме енді. Айжан, бәріне шіләңді тарту керек. Клубника? Біздің үйде қашаннан бері клубника өсетін болған? Ема піскен. Болдың ба жазып? Все, онда мен кеттім, ертең ертерек келем ғой, хорошо? Окей. Goodbye. Дубай. Бай-бай. Бай-бай сенден. Ханым, мына столыңыздың үстіне жинап ала берейін, е? Иә, жинай бер. Ханым, осы сізде токсикоз деген болады ма? Не ол? Енді жүкті келіншектердің бәрінде болады ғой? Жүкті әйелдерде болу керек па? Болу керек болса сатып ала саламыз ғой, барып қай жерде сатады? Ол сатып алмайды оны. Ол анау жүкті келіншектер бір нәрсе жегісі кеп, немесе ішкісі кеп ауырады. Токсикоз ба? Айтпайсың ба дұрыстап токсикоз деп? Түсінікті қып, анық қып, қайдан бейін басқа нәрсе деп ойлап қаппын ғой. Не, иә, болады ғой менде. Байқамайсың ба, мен строго күйеуім қан ішем ғой күніге. Иә, сондай ғой. Жинап ала берейін, сен жинап ала бер, мен қазір барып токсикозым күтіп алайын. Ассалаумалейкум, братан. Мереке осы үйде тұра ма? Сен кімсің, е? Братан, мына үйді тонасақ жатам. Дені солма сен? Ақылай ектің бұл үйде тонамайсың. Братан, сізден мерекен сұрап тұрмын ғой? Апа! Апа! Тонайма, апа! 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 Боқ! Қай жерден бас кетпейін ойбай? Еңкей атайын деп отыр. Мен қорғаймын. Немене бәле? Мына үйде кілең афганистер жиналып қалған ба? Қайда шықтың? Жүр, жеткізіп салайын. Жоқ, мен автобусым келеді, өзім кете бер. Саған не болған өз? Кеше ресторанға шақырып, өзің жоқ болып кеттің. Өзгеріп жүрсің че одасы? Қыз бала, үйде ұры жүр, қаруланған. Қайда құры? Берге бері. Мен сен қазір екі қолыңда байлап қойып жазалайын. Мен зорлайды жатыр, құтқарыңдар. Кетіп ұрын, жынды кем ғой. Не болып жатыр? Мына күйеуім жынды мен зорлайын деп жатыр. Жындысың ба, мен бар емеспін ба? Маған мынау керек. Жоқ. Қуасың ба, Эрик, мына кеш не істеп отыр? Құтқар, Ерек, мынау жынды кем ғой. Қойыңдаршы, мешет жасай бермеңдер. Клубника жеп отыр қойдыңыз. Жейсің ба клубника? Қайда клубника? Бүгін не болды бәріңе? Клубникасыз? Берге бері. Мен сені Жоқ. жазалайын. Айт күйеуім жынды кем ғой мынау. Михон, енді мен сені еркектен қызғанам ба? Толғанай, сен бүгін ерекше әдем болып құлпырып тұрсың. Мына гүл шоқтары саған жаным. Мен бұрыннан әдемімін. Маған ше мына тауықтарды ұстауға көмектесші? Неге тауық деп қақсап қалдың? Балапаным мен, цыпленка табакам мен, қуырдағым лағманым, қалауым бананым мен. Не болған саған? Маған мына продуктілер сөйлеп жатыр. Саған демалу керек. Сен шаршағансың.
душқа түсіп аласың ба? Азық түліктің қарық сатқан ғой сені. Неге олай дейсің, Айжаным? Кешірші, Толғанай. Тасташы клубниканы, жүр ұрын ұстап алайғы. Ұры? Иә. Клубниканы қараш. Шоколадқа батырып жесең, дәмді кететін о. Қаққын клубникасы? Клубника емес қуайын дегесін ба? Жүрсе ұры үйге кіріп кет ұстап алайық. Қойшы өзің ұстай берші. Клубниканы жеп таусайшы, әлі көп бар менде. Дейсің ба? Ұра бер онда, давай. Шелек әкеп беріндешеу. Қайдасың, пупсик? Мен сені бәрі зорлаймын. Менен қашып құтыламайсың. Пупсик. Қырсығып болдың ба? Жүр, жеткізіп салайын. Жарайды, апарсаң апарты сөзсіз. Аппары келді, енді міне өзіне құсап келеді. Мырзам, мынау мені зорлайын деп жатыр. Асыға мынау ұры. Ареге, клубника жейсіз ба? Ағай, Натал құстап қоятыр. Ағай, Натал құстап қоятыр. Толғанай, алшы мына қой. Арсен мырза, мен сізге бір нәрсе айтып ем. Ана Зеруза... Тоқтаңдаршы. Не болып жатыр мына үйде? Барыңдар, мұздай душқа түсіп алыңдаршы бәрін. Шегіп алғансыңдар ма, немене? Бәрін жиналыста күтемін қазір залда. Ой, Мырза, мен сізге срочно бір нәрсе айтуым керек. Айтасың. Мәселе, өзіміздің огородта түскен клубника дейсің ба? Құмаш қайда клубника? Ағай. Жемесең де жемеңдер, өзім ақ жейін. Естедіңдер, естерін жидыңдар ма енді? Қыз бала, мен кешір. Просто басқаша елестедің сен ма? Сен де маған басқаша елестедің. Тоқта. Сол негіз барлығы ше, үйді адыраспанмен аластағаннан басталып, Толик сен осы ана біреудің қуысқа тығып атқан шөп тақып келген жоқсың ба? Иә. Қалада адыраспанды олай сатпай ма не? Бәсі, ана адыраспанның мықты кені шөпті клубника көрсетіп жүріп тұр ғылман. Есін алында бүкіл газон жеп қоғасын. Зато жұмысың бітті сен, газон қырқпайсың. Тоқтатыңдар. Тыныш, тоқтатыңдар бол. Сендер әбден босаңсып кеткен екенсіңдер. Жұмыстарыңды дұрыстап жасайтын болыңдар. Бұдан кейін мен жақтан тәртіп өте қатал болады. Егер бағынбаймын десеңдер, жұмыстан бәрін босатам. Түсінікті ма? Кеттім мен. Арсен мырза, мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Ештеңе айтпаш. Не болып жүр? Зерузаның қасынан оңбаған өйді ме? Мерекені ойлап жүр ау. Не болды? Кет, Михон, сен не істеп жүрсің? Мен әлі жібермеген ау деймін. Сен әлі маған алдындағыдай көрініп жатсың. Ой. Баршы өтініш. Сен... Нормально. Іштеңе елестеп атқан жоқ сізге. Мен өзім үйшіп жүрмін. Точно? Иә, өзім үйшіп жүрмін. Шөлдеп кеттім, суға жүрші. Жанымды алдың ба? Қорқытып жүрдің ба? Осылай жүресің ба сонда? Иә. Сізді үйшіп жүрсіз ба негізі? Иә, мен жатарда киетін киімім ғой бұл. Онша емес па? Білмеймін, бая апалардың киім сияқты. Құры.